не істейміз? Бірін-бірінің астына осылай жазып аламыз. Бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына, жүздікті жүздіктің астына жазып аламыз. Енді көбейтеміз. Қараңдар балалар. Бірінші бірлікті аламыз да, мынаның әрқайсысына көбейтіп жазамыз. Ол бір баған болады. Екінші ондықты көбейтіп аламыз мынаның әрқайсысына, оны мұнда жазамыз. Одан кейін жүздікті көбейтіп аламыз. Сөйтіп оны мынаның астына жазамыз. Қараңыздар, осы жерде қателеспеу керек. Бірінші міне бірліктер жазылды. Екінші ондықты көбейткен кезде бір сан жылжып ондықтың астына жазамыз. Одан кейін жүздікті көбейткенде тағы бір сан жылжып жүздіктің астына жазады екенбіз. Енді қараңыздар, бастайық. 5-ті 8-ге көбейткенде 40, 40. 10-ды бірлігін жазамыз.